Сәлем қыздар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін өте керемет сметанный пирогтың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымыздағы електен өткізген ұнымызға шекерді, разрыхлитель, ванилин, шым-шым тұз и бөлме температурасындағы сары майымызды қосып крошка жасаймыз. Крошкамыздың үстіне жұмыртқаларымызды қосып, қамыр илейміз. Енді осы қамырымызды 15-20 минутқа холодильникке қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін сметанамызға шекерімізді, жұмыртқамызды, ванилинімізді қосып венчикпен жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды формамызға бортик жасап орналастырамыз. Қамырымыз көтеріліп кетпес үшін вилкамен осылай қамырымызды тесіп шығамыз. Дайын қамырымыздың үстіне начинкамызды құйып, алдын ала қыздырылған 170 градус пеште 35-40 минутта пісіріп аламыз. Назарларыңызға рахмет, сіздермен болған Айнұр.